Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жанерке бүгін өте жұмсақ болып шығатын пирожки және сосиска в тестенің рецептпен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менің YouTube парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен қызықты видео рецепттермен бөлісетін боламын. Ең бірінші жылы сүтімізді құйып аламыз. Кейін жылы суымызды құямыз. 3 ас қасық шекер, тұз, ашытқымызды саламыз. Ең соңынан ерітілген сары майымызды салып, ашытқы мен шекерді ергенше жақсылап араластыратын боламыз. Араластырып болғаннан кейін ұнымызды ұн илегіштен өткізіп қосамыз. Және өлшеніп алған ұнымызды 2 бөлікке бөліп қоссаңыздар, өте жұмсақ қамыр болып шығады. Бірінші ұнымызды қосып болғаннан кейін жақсылап араластырып, икемдеп елеп шығамыз. Ал енді қамырдың басы бірігіп, қолыңызға жабыспайтындай халге жеткенде, бетін жауып бөлме температурасына жылы жерге 2 сағатқа демалдырып қоямыз. Ал оған дейін салмасын дайындаймыз. Картопты суға қайнатып аламыз. Аз мөлшердегі күнбағыс майына пиязды майдалап турап, жақсылап қуырып аламыз. Пісіп шыққан картопты жақсылап езгілеп алыңыз. Татымына қарай тұз, қара бұрыш қосып, жақсылап араластырып алыңыз. Кейін қуырылған пиязымызды қосып, араластырып аламыз. Сонымен салмамыз дайын болды. Міне 2 сағаттай уақыт өтті, қамырымыз өте үлпілдек болып көтерілді. Енді аз мөлшерде ұн сеп, қамырды жақсылап илеп аламыз. Арасындағы ауаларын барлығын шығарып, қамырды өзімізге икемдеп, жақсылап илеп алғандарыңыз дұрыс болады. Ал енді қамырымызды ұзынша етіп жасап, бөлшектерге бөліп аламыз. Қаласаңыз, пирожкилеріңіздің қамырын, грамдарын барлығын бірдей жасасаңыздар, барлығының көлемі бірдей болады. Кейін бірінші сосиска в тестені орауды көрсететін боламын. Кішкене ұн сеуіп, қамырымызды ұзынша етіп жасап аламыз. Қамырдың басына сосискамызды орналастырып, 2 қамырды бір-біріне біріктіріп аламыз. Қалған қамырларды жай ғана орап шығамыз. Аралары ашық болса да бола береді. Ең соңғы бөлігін қамырдың ұшын бір-біріне қыстырып бүгіп қойыңыздар. Сонда ол ажырап кетпейді. Ал енді бөлме температурасына демалдырып қоямыз. Ал оған дейін пирожкиімізді қалай бүгетінімізді көрсететін боламын. Қамырды жай ғана бетін кішкене салмасын салатындай орын ашамыз. Көріп тұрғандарыңыздай қамырды бір-біріне біріктіріп шығамыз. Кейін аз мөлшерде ұн сеуіп, пирожкиіміздің бетін алақанмен ақырындап басып шығамыз. Ішіндегі салмасын барлық жеріне жететіндей қылып ақырындап басып шығыңыз. Қамырдың қалыңдығы 1 см болуы қажет. Ал енді пирожкиімізді, сосиска в тестемізді бөлме температурасына қойып, бетін матамен жауып, жарты сағатқа көтерілгенін күтетін боламыз. Міне пирожкилеріміз өте әдемі болып көтеріліп шықты. Енді қуыратын боламыз. Майды ең бірінші жақсылап қыздырып алыңыздар. Кейін орта отқа қойыңыздар. Пирожкилеріңізді салып, 2 бетін қызарғанша қуырып алыңыз. Міндетті түрде орта отқа пісіргендеріңіз абзал. Сол кезде пирожкидің ортасы толыққанды пісіп шығады. Міне бүгінгі біздің пирожкиіміз бен сосиска в тестеміз дайын болды. Өте жұмсақ үлпілдек болып шықты. Ең бастысы аралары толыққанды пісіп шығады. Дәл осы рецепті өзім жиі жасаймын. Отбасымызбен сүйіп жақсы көреміз. Сіздер де дәл осы менің рецептіммен жасасаңыздар, дәл осындай үлпілдек пирожкилер шығады.
Ал видеом ұнаса лайк басып, пікіріңіз болса комментарий бөліміне қалдыруды ұмытпаңыз. Ең бастысы менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Дәл осындай қызықты видеолармен сіздермен бөлісіп отырамын. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Жанерке.